Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін бізде осындай аяқ киімдерге распаковка. Мен кішкентай балама осындай аяқ киімдерге заказ бергенмін. Осындай көк түсінен үйге кигенге жылы болсын деп қысқы мезгілде кигізем деп заказ бердім. Қараңыздар, қандай әдемі. Сапасы өте тамаша. Өте әдемі. Қараңызшы, мына жерінен былай жабыстырып оңай кигізесіздер. Сосын осындай түріне заказ бердім. Қыдырып шыққанда кигізуге болады. Вообще әдемі. Мына ішін қараңыздар, қандай әдемі. Бұл аяқ киімдерді еще бесік тойларға алсаңыз болады. Туылған күн, құтты болсын деп барғанда деген сияқты сондай заттарға алуға өте әдемі. Ал сосын осындай аяқ киімге заказ бердім. Осындай фиолетовый түсінен үлкен кісіге заказ бергенмін. Мынандай мата, мына жерін жабыстыратыны бар осындай. Сосын мынау бауын мына жерге тігіп қойған, қараңызшы. Мынау шығып кетпейді. Өте әдемі. Сапасы өте жақсы. Мына 38 размерге заказ бердім. Размері шапшақ келді. Сосын аяқ киім таңдағанда ең маңыздысы оның материалына қатты мән беру керек. Сосын мен таңдаған кезінде мына табандарын қараңызшы, қатты материалы жақсы аяқ киім таңдадым. Сосын нашар аяқ киімдер таңдайтын болсаңыздар, олардың табандары андай жұмсақ болады, жүрген кезде жыртылып жарылып кетеді. Сол үшін аяқ киімді жақсылап таңдау керек. Бұл аяқ киім маған 3200 теңгеге келді, шықты. Сайттағы бағасы 3200 теңге, 1500 теңге бір доставкасына төледім. Қараңызшы, өте әдемі аяқ киім. Сізге пайдалы видео болған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менен тағы қандай распаковка күтесіздер, жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.